Мен Жолдыбаева Гүлназ, Шымкент қаласы есту қабілеті бұзылған балаларға арналған номер 2 арнайы мектеп-интернатында түзету ырғағы мұғалім болып жұмыс жасаймын. Мектеп-интернатта жұмыс жасағаныма биыл 16 жыл болды. Ватутина Ангела жасы 11-де Шымкент қаласында естімейтіндер отбасында дүниеге келген. Отбасында тұңғыш қыз. Ангела мектеп-интернатта 4-ші Б сынып орыс сыныбында оқиды. Сынып өте тәрбиелі, өнерлі, тәртіпті сынып. Диагнозы двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3-4 дәрежеде. Ангеланың ата-анасы да осы мектеп-интернаттың түлектері. Осы сәтті пайдалана отырып, ата-анасы Лиза мен Алексейге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені бала мүмкіндігі шектеулі болғанымен еш жерден шектемей, түрлі спорттық іс-шаралар болсын, шығармашылық бағытта болсын, барлық жерге белсене қатыстырып, қызды көптеген жетістіктерге жетелеп келе жатыр. Мектептен тыс түрлі үйірмелерге барады. Спорттық бағытта айтатын болсақ, жеңіл атлетикадан көптеген жетістіктері бар. Шығармашылық жағынан Ангела өте өнерлі, ән айтқысы келіп, билегісі келіп тұрады. Өз сахнаға тартынып, алға шыққысы келіп тұрады. Жалпы мүмкіндігі шектеулі балаларға үлкен мүмкіндік деп ойлаймын бұл фестиваль. Осы фестиваль арқылы балалар өзін көрсетіп, дамытып, ары қарай өз өнерлерін шыңдайды деп ойлаймын. Бұл республикалық жұлдызай фестивалі балаға да, ұстазға да, бізге де бұл жобаға қатысу үлкен жетістік және мәртебе деп ойлаймын. Ангеланың ұстазы оқытушы ретінде мен шәкіртіме сенемін, алар асуы әлі алда. Сіздерден шәкіртім Ангеланы қолдауға шақырамын. Ангелаға дауыс беріңіздер. Всегда меня ждет мой дом, мамина любовь согреет в нем. Только ты одна, никогда не бросишь, не бросишь. О, ты всегда внутри, в душе моей, ведь нету ничего тебя важнее. Нежных рук и голоса, везде еще твои глаза. Мама, ты жизнь мне подарила, дверь открыла и ждешь всегда домой. И я смогу за тебя в этом мире все отдать. Мама, без тебя не смогу дышать. Я смогу для тебя, мама, покорить целый мир. Жұлдызайға дауыс бер маған, жұлдызды сат сыйла.